Қаңтар оқиғаларынан кейін қамауға алынған ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің экс-басшысы тергеу изоляторында аштық жариялап жатыр. Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитеті 5-ші департаментінің бұрынғы бастығы Руслан Ысқақов Алматы қалалық ұлттық қауіпсіздік комитеті тергеу абақтысында 40 күн бойы аштық жариялап жатыр. Бұл туралы оның жары мәлімдеді. Руслан Ысқақов ұлттық қауіпсіздік комитетінің құқық қорғау органдарына қарсы баралау қызметін қамтамасыз етумен айналысатын 5-ші басқармасының бұрынғы басшысы. Бұл елдегі заңдылық пен тәртіп құрылымдарын бақылайтын элиталық бөлімше. Қазір оның есімі бірнеше оқиғаға қатысты айтылады. Оның ішінде қаңтар оқиғасынан кейін ұсталған Дикий Арман, лақап атымен танымал Арман Жұмагелдиевтің үстінен қараған деген күдікке де ілінген. Тергеу мәліметтеріне сүйенсек, бұрынғы құпия қызметкері Жұмагелдиевтің ұйымдасқан қылмыстық тобын ұзақ уақыт жасырып 5-ші қаңтарда оған Алматыдағы алаңға халықты жинап алып шығуды тапсырған.